Қазір Қазақстанның 5 облысы мен 1 уезін аштық жайлап, 2 миллионға жуық адам шерге астық таппай отыр. Шұғыл шара қолданып аштықтан құтқармаса, көп өтпей Қазақ облысы қазақсыз қалады. Малы жұттан қырылып қалса да, ел ет салығынан босатылмады. Көршілес Ресейден тарыққандары босып келіп жатыр. Ал оларды тамақтандыратын асханадағы етті аштыққа ұшыраған қазақтардың аузынан жырып тартып алып отыр. Селт еткен ешкім болмады. Біздің айтқанымыздың бәрі үкіметке қарсылық деп қана ұғып отыр. Қазақстан үкіметінің назарына деп тағы да бір мақала жазамын. Ел ішінен көрген білгенді айтшы. Былтыр қыстан қысқан аштық, содан бері күнде жаназа. Тамыр қазып жеген, сары шұнақ тышқан жеген ел, былтыр күзде мал қырылып, қыста ел малдың өлексесін қазып алып жеген, содан ауру тарап тағы қырылған. Аштық азабына шыдай алмай, өзін өзі өлтіріп жатқандар да бар екен. Болды, айтпашы, жетер. Аштардың не хәлде екенін көріп біліп отырмыз. Тамағынан өтетін шөп, топырақ, ағаш нөгіндісі, шайыры тышқан жеп жүр. Жегені дерт орнында болып ісіп кеуіп өліп жатыр. Аштық азабына шыдай алмай, өзін өзі өлтіріп жатыр. Пештеріне от жағып төбесін жауып, иіс тигісіп өліп жатыр. Жақы, үкімет рұқсат берген жоқ. Үкіметтің рұқсаты енді керек те емес. Жолға шығайық. Жақы, Семейден Торғай облысына мал жеткізілді. Қазақ халқы аштықтан қырылмайтын болды. Ер шауып кісі өлтірген боп па, батыр? Ол үлкен іс болды. Ақиқат және жалғанды. Дайынсың ба, Жеке? Дайынмын. Кеттім. Дулатов Мирякуб, 43 жаста, қазақ. Педагог, әдебиетші, журналист. Партияда жоқ, бай тұқымынан. Алаш партиясының құрушылардың бірі айыпталады. Аштарға жәрдем комиссиясы деген желеумен төңкеріске қарсы астыртын ұйым құрған. Шетелге өтіп кеткен ақтармен, нақты айтқанда, Валидовпен байланыс жасағаны, Совет үкіметіне қарсы қарулы көтеріліс ұйымдастырмақ болғаны және жолдас Голощекинге қастандық әрекет үшін ОГПУ коллегиясының 1930 жылғы 4 көкектегі шешімі бойынша жазаның ең жоғарғы түрі ату жазасына кесіледі. Аймауытов Жүсіпбек, 41 жаста, қазақ, әдебиетші, бай тұқымынан, партияда жоқ, айыпталады. Аштарға көмек комиссиясы деген желеумен төңкеріске қарсы астыртын ұйым құрғаны және үгіт насихат жасағаны үшін ОГПУ коллегиясының 1930 жылғы 4 көкектегі шешімі бойынша жазаның ең жоғарғы түрі ату жазасына кесіледі. Приготовить оружие.